Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен мамықтай жұп-жұмсақ болып шығатын булочкаларды бірге дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен жылы сүттің үстіне ерітілген сары майды қосамыз, қантты саламыз. Және де бір жұмыртқамызды жарып қосатын боламыз. Үстінен сұйық май және де дрожжіні салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін, алдын ала електен өткізіп алған ұнды аз-аздан қосып отырып, жұп-жұмсақ қылып қамыр илейміз. Ұнды қажетті мөлшерден көп қосуға болмайды, қамырыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Қажетті құрамның барлығын төменгі описанияға қалдырып кететін болам. Міне бізде осындай қолға жабыспайтын жұп-жұмсақ қамыр шығуы тиіс. Бетін жауып көтерілгенше қойып қоятын боламыз. Міне менің қамырым шамамен 45 минутта ашыды. Енді осы ашыған қамырды булочкаға арнап бөлетін боламыз. Барлық қамырларды мен 70 граммнан өлшеп жасадым. Негізі өлшеп жасау міндетті емес. Қамырларды бөліктерге бөліп болғаннан кейін бетін жауып көтерілуге қойып қоямыз. Қамыр көтерілгеннен кейін дәл видеодағыдай оқтаумен жайып аламыз. Булочканың формаларын әрқайсыңыз қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Мен арасына варенка салып рогалики ретінде жасадым. Бір қасық варенканы салып алғаннан кейін дәл видеодағыдай пышақпен кесіп аламыз. Екінші қамырды жабыстырған кезде варенкамыз ағып кетпейтіндей жақсылап жабыстырамыз. Дәл видеодағыдай барлығын осы формаға келтіріп шығамыз. Дайын болған булочкалардың үстіне бір жұмыртқамызды жарып, үстіне күнжіт сеуіп 180 градуста 20-25 минутта пісіріп алатын боламыз. Міне біздің жұп-жұмсақ булочкаларымыз дайын болды. Егер де сізге ұнаса жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.